Dostlar, bugün sessiyanın birinci günü. Dala galalyok olacak. Jel boran. Сәттілік. Достар, біз аудиториядамыз. Сессия тапсырып жатқан адамға ұқсаймыз ба? Ұқсамаймыз. Видео. Сәлем достар, домалақпыздар. Бүгін среда бізде сессияның екінші күні, екінші сессия. Теория и методика воспитательной работы дейтін сабақтан сессия. Дала өте қатты суық. Бекер болса үмітке алданба. Дала гололед. Вот. Еще мен бағана үйден шығатын кезде аяқ киім замок істемей қалады ғой, жынды ұқсап. Басқа етті киіп алдым. Вот. Атмосфера у нас такая. Всем привет! Бүгін үшінші күн. Яғни бүгін Диляның туған күні. Біздің группасымыз, подружкамыз Дильназдың туған күні. Қосшыда жасап жатыр туған күні. И қазір сояққа баратырмыз. Еще ночевка бізде. Дала кешегіге қарағанда более-менее жылырақ болып тұр. Так что біз менімен бірге болыңдар. Бүкіл нәрсе қызықтардың бәрі алда. Бізде қалан бәрінің бәрден Happy New Year вообще. Күшті бірақ еще өткендегілерге қарағанда жап-жарық сияқты. Светтер ше. Dostlar, biz Qo'shidamiz. Anara, ayna qaranglar. Qo'shi. Привет. Вообще böten жақта жүрміз ғой. Диля. Biz мұздаймыз. Мен блог. Привет. Алло. Диляның туған күні болады скоро. Вот нам это стакан. Какой еще? Ты менструацию бажан. Что? Сурет емес, видео. Влог. У нас новогоднее настроение. Достар, бізде билеп жатыр. Дискотека, которую я хочу. Новый год. Туған күні әлі басталған жоқ. Біздің қыздар сондай шулай береді. Вообще жабайылар. Ужас, тәрбие көрмегендер ғой. Дильназ туған күнімен, алдымен Аркун туған күнімен. Дильназ туған күнімен, саған өмірде бар. Айтып жатырық қой. Саған өмірдегі бар жақсылық тілейміз. Болды. Rahmet. Bırakmamız Canım benim. Oldan günümin. Birthday to you. Happy birthday to you.
мен бірінші тілек айттым. Демек, шүмекей жаснясың. Туған күнің құтты болсын, өмір жасың ұзақ болсын, өйстіп арамыздағы ең ерекше қыз болып жүре бер. Всегда прекрасная. Скромно. Милашка, короче. Да. Біздің атымыздан саған подарка. Алып қойыңдар сол үшін. Алып қояйық. Давай сымбат. Достар, біз шай ішейін деп жатырмыз. Мені көрсет. Айна. Мойды шыртып жерді осымен қой. Стоп. Стоп. Уберите у меня эту штучку уже. Айдидар қара. Айдидар. Hello. Hello everyone. Бро, фейк. Они трудно. Вечер один. Машине в хрущевке вдвоем. Да, Надоели мои слова. Моя жизнь мне теперь нипочем. Электричество все отключили. Так меня и тебя связали. Всем привет, достар. Бізде бүгін қаншасы өзі? Бүгін 20-сы. Бізде китайскийдан сессия, 3-ші сессия. Бізде 5 сессия болады. Понедельник бір сессия, и среда, походу, бір сессия. Сөйтіп, осы жылдың семестрі бітеді. Бізде погода қар жауып тұр. Жердің бәрі қайтадан қар болып жатыр. Бітпейтін қар бізде. Вот сол. Қазір не түсір жүргенімді білмеймін, әйтеуір түсіріп жатырмын. Влог Қаратауға барғанда осыған қосып жіберемін, походу. Менімен бірге болыңыздар сол үшін. Достар, бізде қазір китайскийдан сессия. Банша шпорларымыз дайындап. Екінші телефон алып келген жоқпын мен бірақ. Достар, сессия тапсырып шықтым. 90 алдым. Қинады бірақ апай мені отырдықта. Сөздердің аудармасын тапсырады, мәтіндерді оқылады. 3 тапсырмам. Бүгін обычный день, достар. Қар жауып жатыр. Қар, который я хочу. Жизнь так прекрасна. Орман елік сияқты. Короче, сессия китайский бүгін тапсырдым. 90 алдым, құдайға шүкір. Енді 2 сабақ қалды. Дала суық бізде, жердің бәрі қар деп айта берген ба, каждый видео сайт. Вот су алуға баратыр, мен су. Сосын үйге барып тамақ ішпесем қарым ашып кетті. Бана семечки шағып, соған кішкене тойдым да, потом үй жинап кеттім. И қазір жестко қарым ашып жатыр. Ой, так мен осындайға. Достар, дала өте қатты суық. Мен қазір Мегабаға бара жатырмын. Вообще таныс емес жолдармен. Ориентирменде экспо болып тұр. Соған қарай бара жатырмын. Мен үйден бара жатырмын. Мердапке жұмысынан шығып барады. Прямой баратын автобусым, короче, ұзақ келетін болғаннан кейін басқа автобусқа мініп 15 минут жаяу жүрем. Бірақ мынау даланың суықтығы енді невозможно. Әрең жүрмін. Ужас просто. Короче, осы экспо ориентирім. Қолым қатты қалды. Еще машинамен қайтам деп жүрмін. Қалауы келіп алғанда. Экспоның басқа әлем сияқты. Басқаша. Вот. Кішкене жорып тұрмын әлі күнге дейін. Мегаға жақындаған сайын жылы ауа ұрып жатыршы. Үсіп қалдым.
айналасын бәрін әдемі қылып істеп тастапты, бірақ ішін қазір көреміз бірге. Мегаға соңғы рет октябрьде ма, сентябрьде ма келдім. Одан кейін келген жоқпын. Вот. Достар, ертең менде литература дейтін сабақтан сессия сағат 9-да. Лекция жаздық. Семестр бойы тексергенде жоқ оны. И мен мүлдем дайын емеспін сессияға. Ертең көреміз не болады. Қазір бірдеңе анау-мынауларды оқып, әйтеуір көрем. 2 сағат уақыт берем өзіме. Миыма кірсе кірді, кірмесе кірген жоқ, короче. Бірақ Құдайға тапсырып, ертең көретін боламыз. Ертең қиын болайын деп тұр. Достар, сағат таңғы 7:50 ма? Сонда бірдеңе. И мен автобусқа қарай шықтым. Кеше қолым қатқанға жарылып жатыр. Господи. Короче, бізде 9-да негізі сессия еді. И біздің кабинетке басқа юристтер кіріп сессия тапсырып жатыр. И біздің сессияны сағат 12-де болады дейді. Ал сағат қазір енді 10 болайын деп жатыр. Что за ужас, Айнач? Мен түнімен дайындалып, міне көзімсіз тұрғанда көзді ашып. Қатты дайындалып қойғанда. Негізі лучше тапсырып, қанша алсақ та бәрібір ше, 50 алсақ. Достар, біз тест тапсырып шықтық, короче. Енді ауызша тапсырамыз. Тесттің сұрағының балы 20 балл. Ауызша сұрақтар 40 балл. Жеке-жеке, общий 80 балл шығайын деп. Достар атамашы. Достар, тапсырып шықтық сессияны. Ең қиын сессия осы семестрдағы, осы библиотеканың сессиясы болды. Бірінші тест, потом ауызша сұрақтар, 2 рандомный еще. Соткадан кішкене қарадым, потом барып ауызша айтамыз, еще оны ауызша айттым, потом сұрақтар қой. Білмеймін, 50+ алсам, бұл сабақта мен қуанамын. Қыздарды күтіп отырмыз енді. Қалған тапсырып отқан. Мына снег. Всем привет. Бүгін уже ертең соңғы күн сессияның. Вот. Бақамен. Бүгін, короче, аватарға барадырық. Мен, Бақчан, Нұртапке. Say hi. Hi. На улице car. Завтра будем кушать и есть, смотреть аватар. Вот Мирор таки ходит, что-то решает. Вот Бахчан что-то делает. Вот. Передай привет моим подписчикам, моим друзьям. Вот. Я не знаю, почему я больше сырокитянский. Оформление жасап, вот такие рвания. Классно, да, придумали? Достар келдік. Жоғарырақ көзін тауып, маңдасың ма? Шықтық кинодан, короче. It was very interesting movie I've ever seen. Еще далада ертегіде қар жауып тұр. Короче, дерзко болды. Бәріне советую аватарға баруды.
Достар, бізде бүгін соңғы күн сессия. Межкультурадан болады. И бүгін тапсырып, кешке Айнаның үйінде жиналамыз. Қыздармен жаңа жылға отырыс болады. И бүгінгі сессия жазбаша. Сол үшін қатты уайымдап жатқан жоқпын. Надеюсь, нормально қылып тапсырып шығамын. Сәттілік тілеңдер. Привет, тағы да достар. Мен сессиямды тапсырып, уже болдым. Нормально өттім. Бірақ не очинский. Ең алдында отырдым, дым дайындалмаған. Одан кейін не көшіретін шпорым жоқ, еш нәрсем жоқ шығар. Анелден, ё-моё дедім. Тұрдым да Құдайдан тіледім. Құдай тілегімді қабыл алып, нормально тапсырып шықтым ғой. Ал енді қазір мен вечерге баратырмын. Айна деген қыздың үйіне. Жаңа жыл атап өтеміз қыздармен. Назым екеуміз лифтеміз. Жеке. Все, болды шығамыз. Все тут. И фото отсыламдар ма? Жиберіп ба? Үлгермей жатырмын не шоу бүгін жұмыстамын. Достар, короче, біз суши пицца жеп алдық, енді презентация қорғаймыз өзімізше. Сұрақтарыңа сәлем достар. Бүгінгі менің таңдаған тақырыбым достарым мультфильм кейіпкерлері болса, бүгінгі біздің отырысымыз көңілді өтсін деп осы презентацияны сіздерге арнадым. Олай болса, презентациямызды бастайық. Айна Маша сияқты всегда позитивная, любой ситуацияға жеңіл қарайды. Жалпы Айна студенттік шағымдағы ең алғашқы болып танысқан адал досым. Әңгіме күшті айтатын talkative girl, экспердаламыз деп общагада танысқан болатынбыз. Өзі стильная гламур. Ема ұқсап тұр. Айым Белл сияқты қияли қыз, өзінің бөлек әлемі бар, мағыналы цитаталарды жақсы көреді. Тиктокта көрсе репостсыз кетпейді. Кейіпкерімізді қарсы алайық. Аружан Моана сияқты жайбарақат, Айна екеуі бірдей пофигист. Жарқын мінезді, көңілі ашық, күлкісі әдемі. Бірінші курста практикада бірге болып жақын араласып кеттік. Осы практиканың арқасында. Және Аружан медитация, йога сияқты балансты өте қатты жақсы көреді. Макияж, прическа дегендерді қатырады. Энергиясы мықты енді. Спасибо, Айдар. Тұрмай қойшы. Пожалуйста. Бәрі шынайы жазма. Анар Барби сияқты нежная красотка и ұқыпты. Эстетикаға құмар қыз. Бізді қосқан корейский. Айнасайо. Екеуміздің Назым Анна сияқты жылы мінезді, жүрегі кең, адамдарға бірден жылылық сыйлайтын жан. Табиғи сұлулығымен баурап алады. Дауысы құлаққа жағымды, позитивная, әрдайым адамдарға қолдау көрсетуге дайын тұрады. И адамдармен тез тілдесіп кетеді. Диля Белостежева сияқты аппақ, жайлы мінезді, тыныш и интроверт. Көп сөйлемейді, бірақ жақын адамдармен ашылып күшті сөйлеседі. Отадай әдемі көздері бірден назар аударады. Айналасына тыныштықпен. Енді бүгінгі біздің тақырып The Guy of My Dreams. Өзім идеальный бойфрендім туралы айтатын боламын. С высокими стандартами. Аха. Барабанная дробь. Біз өзіміз табамыз ба? Диля. Не? Ұқсайсың ғой. Маған ұқсай, жұмсақ болып көрінеді. Сен жұмсақ. Такая миша. Тегеме ұқсайды ұстапсарамыз ғой. Не айтамын, мен тезін презентация деп қойдым. Не ол?
Это я. Реально ұқсайды. Атын білмеймін. Қолдар қойшы. Бірінші суреттегі мен екінші суреттегі. До макияжа. Мынау не? Мынау маскасы әдемі еді ғой. Before after ма? Келесі кім? Менікі. Тигрица. Йогамен айналысатын деген сразу. Антикорда. Түсірдім мен. Hello everyone. This is our presentation. Our presentation title is The Cute Potato. Next one, please. Just a second. Достар, біз тобырлап магазинге шықтық. Барлығымыз үйір болып. Билеуге желание жоқ та. Дәстүр деген бұл дәстүр. Дәстүр екі, теріс бата. Дәстүр екі, мұрның шұқыма. Қанып кетеді.